Сәлеметсіздер ме, ұстаздар? Бүгін мен сіздерге мұғалімдерге қажетті электронды портфолио жасалу жолымен бөлісемін. Біз электронды портфолионы Google Сайтста жасаймыз. Яғни бұл жерде тек қана портфолио емес, сонымен қатар сайт ретінде жасап қолдансақ та болады. Міне менің сіздерге мысал ретінде жасап қойған портфолиом. Яғни бұл жерде жоғарыда қарайтын болсақ, мына жерде логотип, сосын мына жерде бірнеше бөлімдерге бөлінген. Өзім туралы дегенге баратын болсақ, біз өзіміз туралы, мұғалім туралы мәлімет көре аламыз. Келесі менің жетістіктерім деген жерде екі бөлім қарастырылған, яғни 2022-23 оқу жылы оқушы жетістігі. 22-23 оқу жылына баратын болсақ, осы кездегі жетістіктерім салынған, ал егер оқушы жетістігіне баратын болсақ, осындай оқушы жетістіктері салынған. Курстар деген бөлімге баратын болсақ, курстардың сертификаттары, мақалалар дегенге бөлімге баратын болсақ, мақала салынған. Яғни бұл жерде Google Drive-пен байланыстырылған. Біз алдымен Google-ға кіреміз. Сіздердің міндетті түрде Google аккаунттарыңыз болу керек. Егер Google аккаунттарыңыз болмаса, Google-ға создать Google аккаунт деп отырып, осы жерде өзіңізге аккаунт Google деп отырып, жаңа создать аккаунт деп отырып, осы жерге имяңызды, фамилияңызды жазып, қандай да бір өзіңізге қажетті домен жазып, мына жерде парольдарыңызды қойып, далее деп Google аккаунт создавать етсеңіз болады. Мен қазір уақытты алмас үшін менде Google аккаунт құрылып тұрғандықтан электронды портфолионың жасалу жолымен бірден бөлісе беремін. Ол үшін біз не істейміз? Мына жердегі 9 нүктеден Google Sites деген жерде, төменгі жерде Google Sites дегенді тауып алуымызға болады. Сайт дегеннің мына жерде белгісі бар. Немесе интернетке жазсақ болады. Google-ға Google Sites деп жазамыз. Google Sites деп жазып, осы жерге кіреміз. Бірінші ресми сайтына кіреміз. Бізде бұл мына жерде жасалынып тұрған электронды портфолио. Біз енді жаңадан электронды портфолионы қалай жасамыз? Ол үшін төменгі жақтағы жаңа батырмасын басамыз. Мен Google сервистің көмегімен мына жерде тілді қазақшаға аударып отырмын. Электронды портфолио. Электронды портфолио деп жазып алып, мына жерде шрифттің түрін таңдасақ болады. Яғни өзім туралы деп жаздық. Біз электронды портфолио деп жаздық. Енді осының астына біз мына суретті және ол туралы мәліметті әкелуіміз қажет. Ол үшін не істейміз? Ол үшін барамыз, мына жерде енгізу деген бар, жоғары жерде. Сол жерде бір картинка және оның қасында мәтін орналастырылған түрін таңдап алсақ болады, шаблонды. Сіз өзіңіздің қажетіңізге сай мына жерде екі сурет қойып, астына екі рет мәтін жазсаңыз да болады. Қайсысы ұнайды, соны таңдап алсаңыз болады. Мен мына жерге қойдым, плюсик батырмасын басып, жүктеп салу дегеннен барып, мен өзімнің бір суретімді ала қоямын. Қазір мен мысалы мына суретті алайын. Мына суреттің жартысы көрініп тұр, оны дұрыс орналастыру үшін біз мына жерде тұрған төменгі жақтағы стрелканы былай созамыз. Сол кезде біздің суретіміз қалыпқа келеді. Одан кейін біз мына жердегі сөздердің барлығын копировать етіп ала қоямыз. Уақытты кетіріп отырмас үшін мына жерге әкеліп вставить ете қоямыз. Келесі, мына сөздердің барлығын сіз алдын ала сөздердің барлығын осылай Word форматына дайындап алсаңыз, яғни ол өте көп уақытты алмайтын болады. Яғни біздің бірінші бетіміз дайын. Енді біз беттер дегенге өтіп, келесі бетті қосамыз. Келесі бет бізде менің жетістіктерім деп аталады. Оның ішінде бізде 2022-23 оқу жылы деген бөлім бар және оқушы жетістігі деген бөлім бар. Келеміз, мына жерге плюсик батырмасын басамыз, менің жетістіктерім деп жазамыз. Яғни жаңа бет құрып жатырмыз. Дайын деген
менің жетістіктерім деген бөлімде міндетті түрде жаңа қойған логотипіміз, фонымыз автоматты түрде кетеді. Егер сізге ол фон ұнамаса, мына жерде кескінді өзгерту деп фонды қойып алсаңыз болады. Және міне кескінді өзгерту деп, мысалы мен басқа фонды қойып көремін бұл жерге. Мысалы мынаны қойдым және тақырып түрі деген жерге баннерді үлкен қылуға болады, немесе мұқаба ретінде қылуға болады, тек атауы ретінде қылуға болады. Өзіңіз қай нұсқасы өзіңізге ұнайды, соны таңдап аласыз. Енді келесі менің жетістіктерім деген жерге біз тағы да бетше қосамыз. Ол үшін менің жетістіктерім дегенді басып, осы жерде қосалқы бет қосу, яғни дополнительная страница қосамыз. Бұл жерде бізде 2022-2023 оқу жылы деп тұр. Дайын деп басамыз. Тағы да осы жерге менің жетістіктерім дегенге барып, тағы бір қосалқы бет қосамыз. Бұл жерде бізде оқушы жетістігі деп тұр. Дайын дегенді басамыз. Яғни 2022-2023 оқу жылы деген жерге біз өзіміздің жетістіктеріміздің дипломдарын салуымыз қажет. Ол үшін біз мына жерден өзімізге қажетті шаблонды таңдап алып, оның қасына текст жазып орнатсақ болады, немесе суреттер дегенге басып, жүктеп салу дегеннен өзіңізге қажетті дипломдарыңыздың JPEG форматын салып алсаңыз болады. Мысалы, мен мына суретті қоямын, алғыс хат деп, оның қасына мәтін орналастыру үшін мен мәтін ұясы дегенді басамын. Сосын оны осылай мышканың көмегімен бұл мәтінді мына жерге әкеліп орналастырсақ болады. Республикалық мен репортермін байқауы дегенді жазып отырмай, мен мына жерге бірден әкеліп қоямын. Размерін үлкейтіп, яғни ортаға қарай түсіріп орналастырсақ болады. Келесі қандай да бір дипломдарыңыз болса, мына жердегі бір шаблонды таңдайсыз, немесе суреттер дегенмен әкеліп өзіңіздің дипломдарыңызды алып келсеңіз болады. Мына диплом мысалы төменгі жақта орналасатын болса, біз мына жерге қарай орналастырсақ болады. Оқушы жетістігі деген жерге тағы да өзіміздің дипломдарымызды әкеліп орналастырсақ болады. Ол үшін де тағы да мысалы енгізумен апарып мына жерден шаблонды таңдап орналастырсаңыз болады, немесе суреттерді әкеліп орналастырсаңыз болады. Қазір енді біз шаблонды таңдап салып көрейік. Мына жерге оқушы жетістігін саламыз. Мысалы оқушы жетістігіне мына бір жетістікті салып, оны төменге қарай тартып ретке келтіріп аламыз. Тағы бір оқушының жетістігін салайық. Мысалы мына оқушыныкін ала қояйық. Ретке келтіріп, мысалы мына жерде қандай жетістікке жеткен соны алып келеміз. Бұл бізде оқушы жетістігінде мысалы республикалық мен репортермін байқауы, соны көшіріп алып біз мұнда әкеле қоямыз. Келесі бұл қалалық пәндік олимпиада бірінші орын. Бұл қойылды. Мысалы сізге мәтінді өзгерту үшін түртіңіз деген сөз керек емес болса, бұл жердегі шаблоннаны 2 рет бассаңыз, удалить батырма шығады, соны басып тастаймыз. Мына жерде де солай, керек емес болса, удалить етіп тастаймыз. Бізде оқушы жетістігі де пайда болды, оны енгізіп болдық. Енді тағы бір бетке өтіп, бізде курстар деген бөлім қажет. Курстар дегенге барып, тағы да бетше қосып аламыз. Курстар деп қосып аламыз. Курстар дайын дейміз. Бізде егер курстар деген бет мына жерде жоғарыда тұратын болса, онда біз жоғары қарай осылай жылжытып орналастырсақ болады. Курстар дегенді барып, біз мына жаққа қарай қойсақ болады. Бұл жерде де артындағы фонты өзгертіп алсаңыз болады. Мына жерге шрифттің түрін таңдаймыз. Маған көбінесе шрифттің түрін таңдаған кезде осы шрифттің түрі ұнайды, Pacifico деген. Осы шрифтті таңдасаңыз болады. Егер артындағы сурет ұнамайды десеңіз, оны да өзгертіп алсаңыз болады. Курстар дегенге барып, тағы да біз енгізу батырмасына барып,
курстарымыздың сертификаттарын қоссақ болады. Мысалы мен мына жерге курстарымның сертификаттарын қосайын. Мысалы мына жерге мен жүктеп салу деймін. Сосын курс сертификат деген жерге барып, мысалы мына сертификатты қоссақ болады. Мынаны төменге қарай тартып өзгертіп аламыз. Сосын мына жерге жазамыз не туралы курс екендігін. Біз курстарға өтеміз. Мысалы YouTube курс. Мен сіздерге мысал ретінде көрсетіп жатырғандықтан бұл толық емес. Екінші сертификатымызды енгіздік, бірақ егер астындағы жазу астында емес жанында тұрады десеңіз, дәл осылай мына жазатын аймақты, мәтін жазатын аймақты тартып алып, мышканың көмегімен сүйреп мына жаққа апарып қойсаңыз болады. Бұл жерге біз басымдықтар мен және жетілдіру курсы деген сөзді көшіріп алып келеміз. Бізде дайын болды. Егер осылай белгілеп, мына аймақ қажет демесеңіз, осылай белгілеп жою деп батырмасын басып удалить етіп алсақ болады. Бұны кішкене төменге түсіріп қояйық. Біздің курстар бөліміміз дайын. Енді бізде қажетті бөлім, бізде мақалалар бөлімі. Тағы да плюсик деген батырманы басып, мақалалар деген бетті қосамыз. Орындарын ауыстырып алайық. Мақалалар деген бетке қосқан кезде артындағы фонды тағы да өзгертуіміз қажет болады. Мақалалар деген жазу тұратын жерде шрифтісін өзгертіп аламыз. Мына жаққа қарай қоямыз, кішкене тартамыз деген секілді. Мақалалар деген жерге біз енді мысалы біздің мақалаларымызды енгіземіз. Көбінесе біздің мақалаларымыз PDF форматта тұратындықтан дискі дегенді басып, дискіден сіз өзіңіздің мақалаларыңызды мына жерге бірден тартып алсаңыз болады. Міне, мысалы, Атырау конференциясы деген менде мақала бар. Сондықтан ол мақаланы осы жерге әкеліп қойдым. Барлық беттерін ашып, шынымен де бұл мақала осы конференцияның жинағына енген ба, соны көре алады. Яғни сіз мына жерге Google Drive-тан PDF нұсқадағы жарияланған мақалаңызды әкеліп қойдыңыз. Оны байланыстыру үшін біз не істейміз? Біз Google-ға өзіміздің мына жер 9 нүктемізді басып, дискімізге барамыз. Google дискімізге немесе Google Drive деп атайды. Соның ішіне біз мақаламызды бірінші енгізіп аламыз. Яғни плюсик батырмасын басып, файлды жүктеп салу деп өзіміздің мақаламызды енгізіп аламыз. Ол PDF нұсқада келеді ғой бізге мақала. Мысалы, мына мақаланы енгізіп алдық. Жүктеп салу дейміз. Содан кейін бізде мына жерде мақаламыз енгізілетін болады. Болғаннан кейін барып, біз мына жерге өзіміздің енгізу дегенге барып, дискі дегенді басып, сосын соңғы енгізілген ішінде тұрады. Мысалы, Атырау конференциясы деген мақалаларды үстінен басып, осы жерге енгізіп қойсаңыз болады. Енді бұл жерде қай бетте енгізілген туралы мәлімет жазу үшін мәтін ұясы дегенді басып, мына жерде кішкене кішірейтіп алып, мына аймаққа алып келіп, осы жерге біз мынаны келе қоямыз. Яғни бұл бізде міне мына жерге әкеліп қойсақ болады. Біз мынаны ортаға қарай алып келіп, орта аймағына қарай әкеліп орналастырсақ болады. Енді бізде келесі бөлім бейне сабақтар бөлімі. Бейне сабақтар бөліміне тағы да бір бет ашамыз. Ол үшін біз беттерге өтеміз. Плюсті батырмасын басамыз. Бейне сабақтар деп жазамыз. Дайынды басамыз. Бейне сабақтар төменгі жақта тұру керек. Алып мышканың көмегімен төменге қарай сүйреп алып келеміз. Бейне сабақтар дегеніміздің шрифтісін кішірейтеміз. Мына жаққа қарай қойсақ болады. Егер фон өзгермесе, тағы да сіз фонды өзгертіп алсаңыз болады. Содан кейін бейне сабақтарға төменгі жаққа қарай қойсаңыз бейне сабақтарды. Бейне сабақтар бөліміне біз өзіміздің YouTube-дағы видео роликтарымызды алып келеміз. Ол үшін YouTube дегенге басып, осы жерде өзіңіздің каналыңызды іздейсіз, немесе каналыңыз емес, видео сабағыңыз жарияланған болса, соның тақырыбын енгізесіз. Мысалы, менде
Сандуғаш Кадир Галиевна деген каналындағы кез келген сабақты әкеліп қоя қойсақ болады. Мысалы, мына сабақты әкеліп қоям. Ол ортада тұрады десеңіз, ортаға қойға болады. Тағы да YouTube-ты басып, желі. Мысалы, компьютерлік желі деп жаздым. Сол жерде өзімнің жарияланған тағы бір сабағым бар. Соның үстінен басып, компьютерлік желі деген тақырыпты да әкеліп бұл жерге орналастырып, ортаға қарай жылжытып қойсаңыз болады. Тағы да бұл жерде не істеуге болады? Тағы да мүмкіндіктері өте көп. Мына жерде енгізу дегенге батырып, бар, мына жерде түйме дегенді басып, мысалы, өзіңізге кнопка орнатып қойсаңыз болады. Мысалы, мынаны басыңыз деп, сосын байланыстыру керек. Мысалы, өзім туралы енгізу деп қоятын болсақ, мысалы, мынаны басыңыз деген кезде өзім туралы бетке өтетін болады. Қазір енді біз барлық электронды портфолиомыздың барлық шаблонын жасап болдық. Енді оны жариялау үшін, басқалармен бөлісу үшін жариялау дегенді басамыз. Сосын мына жерге веб мекен жайымызды енгізуіміз қажет болады. Оны біз бір логинімізді ағылшын тілінде ойлап табамыз. Мысалы, мен егер ол бос болмаса, қызыл болып жанады. Сандуғаш 90 десек, ол бос екен, сондықтан ол галочка қойып құс белгімен белгіленіп шықты. Енді мына жерде біз сілтемені басып, енді біз басқаларға беру үшін мына жерде біз сілтемені көшіру дегенді басып, кез келген вкладкаға әкеліп қоямыз. Өзім туралы деген бетке келетін болсақ, біз туралы жасалынған портфолио, келесі менің жетістіктерім деген 2 бөлімнен тұрады. 2022-2023 оқу жылы онда жеткен жетістіктеріміз. Одан кейін оқушы жетістігі бар. Оқушы жетістіктерін көруге болады. Курстар дегенге өткізілген курстарымызды, өтілген мақалалар дегенге бар. Мақаламызды көрсек болады. Міне мынаған баса отырып, мына жерде төменге қарай түсе отырып, яғни толық мақаламыздың мына жерде 385 бетке қарай өтіп тауып алсақ болады. Және бейне сабақтар дегенге бөлімге отырып, YouTube нұсқадағы бейне сабақтарымызды көруге болады. Мынаны басыңыз десек, мысалы, ең бірінші бетке қайта келеді. Яғни ешқандай Google сайтта электронды портфолио жасаудың еш қиындығы жоқ. Сіз өзіңіз осы жерде Google сервистің көмегімен тілге аударып алып отырып, кез келген өзіңіз кнопкасын баса отырып, тез меңгеріп кете аласыз. Google сервистің бізге ұсынатын мүмкіндіктері өте көп, сондықтан оны пайдаланып портфолиоңызды әдемі етіп жасақтап шығарсаңыз болады. Кәдеңізге жарасын, менің каналыма тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз.